Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 4-ші сыныпқа арналған Pupils Book кітабының 24 және 25 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise number 15, page 24. Listen, point and repeat, then match. Тыңдаймыз, көрсетеміз және де қайталаймыз. Одан кейін сәйкестендіреміз. Бізде төменгі жақта суреттер берілген және де әр суретте әртүрлі әріптер бар. Және төменгі жақта оң жақ бұрышта сандар және сандардың және де сөздер жазылған. Сол сөздер әр суреттің атаулары. Суреттерге қарап, ағылшынша атауларын табуымыз қажет және де цифраның жәніне әріпті қоюымыз керек. Енді бір деген цифраға қараймыз, оның жәнде library деген сөз тұр. Library бізде ол кітапхана. Кітапхана бізде и суретінде тұр. Бір деген санның және и әрпін жазамыз. Екінші сөз theater. Theater. Театр. Театр бізде қай суретте? Ди суретінде. Үшінші сөзге қараймыз swimming pool. Ол бізде бассейн. Бассейн бізде би әрпінде. Төртінші бізде fanfare. Аттракцион. Аттракцион бізде F әрпінде. Бесінші shopping center. Яғни бізде базар немесе магазиндер орталығы деп айтса да болады. Ол бізде A әрпінде. Алтыншы cafe. Бұл бізде G болады. Жетінші бізде museum. Бұл бізде музей. Музей C әрпінде. Exercise number 16. Where are they? Read and write. Page 24. Олар қай жерден? Оқы және де жаз дейді. Сөйлемдерді оқып, біз қай жерде екенін табуымыз қажет. Бірінші сөйлем Don't touch them. Қанат. Just look. At the museum. Оларға тиме қанат, тек қана қара дейді. Бұл бізде музей. Екіншісі Where can we find Abdijamal Nurpeyisov's books? Can you show us, please? Біз Абдижамал Нұрпейісовтің кітаптарын қайдан таба аламыз? Оны көрсете аласыз ба? Өтініш дейді. Кітаптар бізде кітапханада болады. Жауабы at the library. Үшіншісін оқимыз. Let's buy this t-shirt for your dad's birthday. Мына футболканы әкеміздің туған күніне алайық дейді. Бұның жауабы at the shopping center. Келесі төртінші. These are not our tickets for the ride, Әсел. Mom's got ours. Бұл біздің жүру билеттеріміз емес, Әсел. Біздің билеттеріміз мамада дейді. Бұл бізде аттракционда at the fanfare. Келесі бесінші. This isn't my tea, it's hers. Бұл менің шайым емес, ол оныкі дейді. Бұл бізде кафеде орналған at the cafe. Келесі бізде алтыншы. Let's sit near the front. I want to see the actors. Қанекей жақын отырайық. Мен актерларды көргім келеді. Бұл бізде театрда орналған. At the theater. 17-ші жаттығу. Read and choose. Оқимыз және де таңдаймыз. I want to go to the theater tonight. Мен кешке театрға барғым келеді. Егер сіздерде сөйлемдеріңізде I want болса, to go мен келеді. Ал егер сіздерде I enjoy, I love болса, сіздерге міндетті түрде ing жалғанады. Яғни етістікке ing жалғанады. Екінші сөйлемде I enjoy listening to music. Үшінші сөйлем We hope to visit Алматы next week. Біз келесі аптада Алматыға барайын деп жатырмыз дейді. Бұл жерде де hope сөзі to be мен бірге келеді. I'm starting to feel tired. Мен өзімді шаршаңқы сезінемін дейді. Бесінші, I hate juggling. Маған жонглерлық ұнамайды дейді. Алтыншы, I'd like to read this magazine. Менің мына журналды оқығым кеп тұр дейді. Аудармасы осындай. Exercise number 18, page 25. Complete the sentences in a way that is true about yourself. Бұл жерде сіздер өздеріңіз туралы жазасыздар, яғни сіздерге не ұнайды, неден қорқасыздар, не ұнамайды, нені ұнатасыздар, соны жазып шығасыздар.
Біріншісін оқимыз. I want to buy a new phone. Мен жаңа телефон сатып алғым келеді. Екінші, I'm starting to learn English. Мен ағылшын тілін үйренуді бастадым. Үшінші, I hope to learn to drive. Мен көлік жүргізуді үйренемін деп үміттенемін. I enjoy swimming. Мен жүзгенді ұнатамын. Бесінші, I love playing piano. Мен пианинода ойнағанды жақсы көремін. I hate listening to music. Маған музыка тыңдаған ұнамайды. Exercise number 19, match to make grandma's questions. Яғни біз сұрақтар мен суреттерді сәйкестендіруіміз қажет. Бірінші сөзді оқимыз. Buy some fruit. Енді суреттен іздейміз. Бұл бізде бірінші. Бірнеше жеміс сатып алу. Екіншісі, take back some books. Кітаптарды қайта алу. Бұл бізде үшінші сурет. Buy 3 tickets. 3 билет алу. Бұл бізде төртінші суретпен сәйкес келеді. Келесі сөз, post some letters. Хаттарды жіберу. Бұл бізде бесінші сурет. Келесі және де соңғы сөзіміз get some milk. Сүт алу. Бұл бізде екінші суретпен сәйкес келеді.